Президенттік жастар кадр резервіне алынған 300 жас қазақстандық анықталды. Олардың тізіміне жеке сектордан 102 өкіл, квазимемлекеттік сектордан 98 және 96 мемлекеттік қызметші кірді. Қазір уақытта жастар әр сала бойынша бөлінген. Олардың кейбіреуі жақын арада мемлекеттік лауазымдарға тағайындалуы мүмкін, деді мемлекеттік қызмет істері агенттігінің басшысы Анар Жайылғанова. Енді 2020 жылы агенттік әрбір резервші үшін жеке жоспар дайындайды. Мемлекеттік басқаруды жаңарту, жаман әдеттерді бойына сіңіріп үлгермеген жас таланттарға жол ашу жобаның негізгі мақсаттарының бірі. Енді үміткерлерді қызметке әкімдер мен министрлер өздері шақыруы мүмкін, немесе президент әкімшілігі ұсыныс білдіреді. Үшінші жолы президент өзі тағайындауы мүмкін. Президенттік жастар кадрлар резерві бұл енді бір күндік бастама емес. Бұл ұзақ мерзімді еліміздегі басқару жүйесін жаңғыртудың бір нақты тетігі деп қарастыру керек. Президенттік кадрлық резерві жастарды халыққа шын ниетімен қызмет етуге ынталандыруы тиіс. Жалпы іріктеуге жасы 35-тен аспаған Қазақстан азаматы, жоғары білімі және 5 жылдан кем емес еңбек өтілі бар, бірден 3-ке дейін ұсыным хаты бар азаматтар қатысты. Қай салаға баратынын қатысушының өзі таңдаған. Олардың арасында еліміздің барлық өңірлерінен, сондай-ақ алыс жақын шетелдердің өкілдері де бар. Жеңімпаздардың орташа жасы 31. Құрамында түрлі ұлт өкілдері бар. Салалық, аймақтық және басқару қызметі топтарына бөлінген. Цифрлық онлайн технологияларды қолдану іріктеудің ашық әрі әділ өтуін қамтамасыз етті, дейді жобаға жауаптылар. Онлайн форматта өткен кезде оған әсер ету мүмкін болған жоқ, өйткені оны барлығы онлайн түрде тестілер берілді. Олар өздері үйлерінде отырып, өздерінің жаңағы компьютерлер арқылы жұмыс істеп жауап беріп отырды. Біз оған ешқандай қатысымыз болған жоқ. Және де біз бір-бірімізбен оны сөйлескен жоқпыз кандидаттар туралы. Әркім өзінің бағасын өзінің ойынша қойды да базаға кетіп отырды. Іріктеу 6 кезеңнен тұрды. Құжаттарды қабылдау, қабілеттерді тестілеуді верификациялау, әлеуетті бағалау, сарапшылық комиссия мүшелерімен әңгімелесу және ұлттық комиссияның отырысы. Жобаға жалпы саны 13 мыңнан астам адам өтініш берген. Әр кезең сайын тапсырма қиындап, кандидаттардың саны қысқарып отырды. Біздің елімізде өзінің жаңағы перспективасын көрмегендіктен көптеген жастар шетелге кетіп жатыр. Олар Қазақстанда жаңағы біздің мемлекетіміздің дамуына өзінің үлесін қосуға дайын. Бірақ соған қолдар жетпей жүр. Міне осыны біз қамтамасыз етуіміз керек. Ересек ұрпақ өзінен кейінгі ұрпаққа еліміздің әлеуметтік, экономикалық, саяси дамуының эстафетасын беріп кету керек. Осылайша президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың дарынды жастар үшін ашық әрі тиімді әлеуметтік саты құру идеясы 3 айда орындалды. Енді резервшілердің бір бөлігі мемлекеттік басқару академиясының базасында және үздік әлемдік білім беру орталықтарында қысқа мерзімді курстардан немесе ұзақ мерзімді оқудан өтеді.